ел аманатын арқалап, халықтың мұң-мұқтажын қаперге алу, түйіні тарқатылмаған түйткілдерді шешуге ықпал етіп, бұқара базынасын билікке жеткізу халық қалаулыларының айқын мақсат, нақты міндеті. Мәслихат депутаттары сессия мінберінде қоғам үшін маңызды қандай мәселелерді қарады, қандай шешім жобасын мақұлдап, дауыс берді. Студиямызға келіп сұхбат берер халық қалаулысының алдағы жоспары қандай? Бүгінгі мәслихатымыз осы сауалдар негізінде өрбиді. Армысыздар. Облыстық мәслихаттың тұрақты комиссиялары мен Нұр Отан партиясы депутаттық фракциясының бірлескен отырысы өтті. Онда депутаттар сессияда қаралатын 9 мәселе бойынша тұрақты комиссиялар ұсыныстарын жеткізді. Хабарламашыларға сауалдар қойып, ой жоспарларын нақтылады. Тұрақты комиссия мәселелердің зерттеп, зерделенетін, сауалдардың сарапталып, ой тұжырымдардың қорытындыланатын отырысы. Мұнда сессияда көтерілетін мәселелер жеке-жеке қаралып, баяндамашылар толымды әрі нақты хабарлама жасайды. Тұрақты комиссиялар жоспары пысықталып, комиссия құрамындағы белсенді депутаттар жүргізген жұмыстар нәтижесін ортаға салады. Облыстық мәслихаттың кезектен тыс 20-шы сессиясында алдымен облыстық экономика және бюджеттік жоспарлау басқармасының басшысы Сәуле Құлымбетованың баяндамасы тыңдалды. 2018-2020 жылдарға арналған облыстық бюджет туралы облыстық мәслихат шешіміне өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы мәселе бойынша жасалған хабарлама толыққанды әрі мазмұнды болды. Кірістер мен түсімдер, шығындар көлемі нақтыланды. Облыстық бюджет түсімін 3 миллиард 126 мың теңгеге ұлғайту жоспарлануда. Мамандандырылған ұйымдарға, жеке тұлғаларға бюджеттік кредиттер бойынша жергілікті бюджеттен берілген айыппұлдар бюджеттік коды бойынша 2 миллион теңгеге ұлғаюда. Бұрын жергілікті бюджеттен алынған пайдаланбаған қаражаттың қайтарылуы бюджеттік коды бойынша 29-да 5 миллион теңгеге. Жергілікті бюджетке түсетін салықтық емес басқа да түсімдер бюджеттік коды бойынша 25-4 миллион теңгеге. Өңірдің әлеуметтік экономикалық дамуы мен оның инфрақұрылымын дамытуға жер қойнауынан пайдаланушылардың аударымдары бюджеттік коды бойынша 1 миллиард 238 миллион теңгеге ұлғайтылды. Бұл ретте депутаттар тарапынан ұсыныс сауалдар да болды. Облыстық мәслихат депутаты Райкүл Байназарова балалардың жазғы тынығуын қамтамасыз ететін лагерь мәселесіне қатысты өз пікірін білдірді. Лагерлер құрылысы талапқа сай жүргізілу үшін бюджеттен тиісті қаржы уақытылы бөлініп тұрса деген талап тілегін жеткізді халық қалаулысы. Ажалда қазалының лагері кеші суға кетті, олардан өз қолымен одан дайындалған лагерь шиелі қазалық безілден дайындалып жатыр. Мен айтамын, 3 жылдан кейін мына лагерь әлі бітпей тұрғанда, 3 жылдан кейін ол президенті қайтадан бізге аспай қалады. Қазалы бір президент жасаған тұрмыз. Сондықтан мына лагерлердің экология жағдайда тұрғанын ескере отыра, лагерлердің құрылысына кешегі Талды су сияқты облыстық бюджеттен қарқынды ақша беріп, келгесінде етері тапсырған дұрыс шығар. Кәдімгі лагерлерге демалысқа дейін күрделі ремонт, текущий ремонт деген жасау керек. Қазір балдар бар кезінде ремонт жасай алмаймыз. Бірақ мына мәселеміз бойынша алда келе жатқан жаңа демалыс күтімнен кейінгі жұмыстарын жасауға біз қарай қаржы мүмкіндігіне қараймыз. Мұнан бөлек бірлескен отырыста донорларға қосымша көтермелеу мөлшерін бекіту, су ресурстарын пайдаланған үшін төлемақы мөлшері, сондай-ақ мәслихаттың кейбір шешімдеріне өзгерістер енгізу мәселелері қаралды. Облыстық мәслихаттың тұрақты комиссиялар мен Нұр Отан партиясы депутаттық фракциясының бірлескен отырысынан кейінгі күні мәслихаттың кезекті 20-шы сессиясы өтті. Депутаттар корпусы сессияны ширақ өткізді. Депутаттар ұсынысының негізінде әрбір мәселе бойынша тиісті шешім қабылданды. Атап айтсақ, 2018-2020 жылдарға арналған облыстық бюджетке толықтырулар енгізілді. Фискальды сала ұсынысы мен жарнама объектілер бойынша ай сайынғы базалық төлемақы мөлшері артты. Ал қан тапсырып, халық саулығына үлесін қосып жүрген донорларға қосымша көтермелеу жасалатын болды. Сондай-ақ облыс әкімдігі жанынан құрылған терроризмге қарсы ономастика, мемлекеттік рәміздер жөніндегі комиссиялар құрамына өзгерістер енгізілді.
Елбасы 2020 жылға дейін қазақстандықтардың 30% бұқаралық спортпен айналысу керек деген болатын. Аймақта осы мақсатта қандай жұмыстар атқарылып жатыр? Тұрғындардың бұқаралық спортпен айналысуына қаншалықты мүмкіндік жасалған? Бұл мәселе алдағы шілде айында өтетін облыстық мәслихаттың кезекті сессиясында қаралмақ. Осыған байланысты уақытша жұмысшы тобы құрылып, депутаттар құрамы барлық аудандарды аралап, аталмыш бағыттағы жұмыстармен танысты. Қармақшы ауданында қазақ күресі, дзюдо, самбо сынды спорт түрлері жақсы дамыған. Жергілікті спортшылар республикалық әлемдік додаларға қатысып топ жарып жүр. Бірақ бұқаралық спортпен шұғылданушылар қатары көңілі көншітпейді. Әлі күнге дейін спорт алаңдары жоқ ауылдар бар. Қолданыстағы алаңдардың өзі жөндеуді қажет етеді. Аудандағы жасанды жамылғысы бар 2011-2013 жылы салынған спорт алаңдарының 11-і жасанды жамылғысын ауыстыру. Жалпы аумағы 7480 шаршы метр және жөндеу жұмыстарын қажет етеді. Бұл бағытта аудандық бюджеттік комиссияға ұсыныс берілді. Алдағы уақытта бюджетті нақтылау барысында қаржы қарастыру жоспарлануда. Сонымен қатар Төретам кентінде Қармақшы аудандық нөмір 16 балалар жасөспірімдер спорт мектебінің бөлімшесі жұмыс жасап отыр. Аталған спорт мектебінің ғимараты қазіргі таңда күрделі жөндеуді қажет етеді. Шұғылданушылар үшін тиісті деңгейде жағдай жасауға ғимараттың қазіргі жағдайы мүмкіндік бермей отыр. Әрине, тұрғындарды спортқа тарту үшін арнайы ойын алаңдары, қажетті құрал-жабдықтар болуы тиіс. Десе де мемлекет бюджетіне телмірмей, кәсіпкерлер арқылы көзін табуға болады. Аудан активімен кездескен жұмысшы топ өкілдері осы мәселені алға тартты. Ал Жалағаш ауданында бұл ретте жүйелі жұмыс бар. Жергілікті азаматтар халықтың спортпен шұғылданып, салауатты өмір салтын қалыптастыру мақсатында жаңа спорт кешендерін салуды қолға алған. Сұлтанбек мемлекеттік жекешелендіріліп әріптестік аясында Жалағаш кентіне бұрынғы автобаза ғимаратын бұзып, жаңадан спорт кешені ретінде салу үшін 120 миллион теңге көлемінде қаржы жұмсалды. Бұл жұмыстардың бастамасы ретінде алғашқы іргетасының кірпішін аудан әкімінің қатысуымен ресми түрде 8 маусым күні қаланады. Екіншісі Таң ауылында қазір Шарартай үйімізді ғимаратын салып болған. Қазір соның құжаттарын рәсімдеуге байланысты жүргізіліп жатыр. Үшінші бір объектіміз бар, Еңбек ауылында. Оның да ғимарат шешілген. Мәди Манатбек деген қазір Астана қаласында қазақ радиоларының бас директоры біздің жерде. Сол кісі штатын шешіп беріп отыр жеке қаражаттан. Енді қазір сол ғимараттың жөндеу жұмыстарына қаржы іздестіріліп жатыр. Жалағашта сондай-ақ өткен жыл тұңғыш рет әйелдер спартакиадасы ұйымдастырылды. Ардагерлер арасында да спорттың бірнеше түрінен жарыстар өткізіліп келеді. Ал Сырдарияда аудан әкімінің бастамасымен ай сайын велошеру өткізу жолға қойылған. Және тұрғындардың спорттық нысандарға қол жетімділігін арттыру мақсатында бірнеше алаң салынбақ. Тұрғындардың көшедегі спорттық нысандарға қол жетімділігін арттыру мақсатында орталық демалыс паркінен воркаут алаңы және спорт кешені жанынан 2 дана стритбол алаңы салынатын болады. Қазіргі таңда алаңдардың жобалау сметалық құжаттары жасалуда. Білім беру ұйымдарының спорт ғимараттарын сабақтан тыс және кешкі уақытта халық үшін пайдаланатын боламыз. Уақытша комиссия мүшелерінің жұмыс сапары Жаңақорған, Шиелі аудандарында жалғасты. Бұқаралық спортты дамытуға қатысты ауыл аймақтарда үлкен серпін бар. Дегенмен ескірген спорт клубтары, ғимараттары, алаңдарда жоқ емес. Жаңадан ашылған нысандар қатары да көбеюде. Бұл бағыттағы шаралар спортты дамытуға, денсаулығы зор ұрпақ тәрбиелеуге зор әсерін тигізер айқын. Бүгінгі таңда енді Қызылорда облысы мәслихатының жоспарына сәйкес бүгін осы енді келесі алдағы кезек сессиясында шілде айында осы бұқаралық спорт, облыс көлемінде бұқаралық спорттың жағдайы, оны және жақсарту шаралары туралы облыстық мәслихат деңгейінде уақытша комиссия арнайы құрылып, бүгінгі таңда бүкіл аудандарды, қаланы аралап келе жатыр уақытша комиссия мүшелері. Енді жалпы облыс деңгейінде қарқын бар. Жақсы, елдер мекендерде мынандай алаңдар салынып жатыр. Енді ескіргенде бар, оның жаңарту жолдарында іздестіріп жатыр. Әсіресе бір Шиелі ауданында көңілді қонатын жағдай, мемлекет жекешелік әріптес арқылы мынандай әр елді мекенде мынандай фоктар салынып жатыр. Жиында жергілікті жерден сайланған облыстық мәслихат депутаттары, спорт секторының жетекшілері өздерінің ұсыныс пікірлерін жеткізді. Бұқаралық спортты дамытуға қатысты көтерілген барлық мәселелер шілде айында өтетін облыстық мәслихаттың кезекті сессиясында қаралатын болады. Ел сенімін бәрінен де биік қойып, халық аманатын арқалап жүрген депутаттар жұмысына төреші әрине қалың бұқара. Сайланғаннан кейінгі жұмысы сайланғанға дейінгі уәдесімен астасып, нәтижелі жұмыс жасап келе жатқан халық қалаулыларының бірі Нұр Отан партиясы облыстық филиалы төрағасының бірінші орынбасары, облыстық мәслихаттың фракция жетекшісі Ибадулла Құттықожаев.
Студиямызға қош келдіңіз. Нұр Отан партиясы осы Қызылорда облыстық филиалы төрағасының бірінші орынбасарлығына келгеніңізге 2 жылдан астам уақыт болды. Осы мәслихат жұмысымен қоса партия қызметін бірге алып жүрсіз. Осындай жауапкершілігі ауыр жүкті. Бұл бағыттағы жұмыстар қалай орындалып жатыр, жоспарларыңыз қалай орындалып жатыр бүгінде? Алдымен осыған тоқталып өтсеңіз. Елбасымыз төрағалық ететін Нұр Отан партиясы еліміздегі жетекші саяси күш. Сондықтан бұл партияға үлкен міндеттер жүктеледі. Елбасының Қазақстан халқына арналған жолдауы, қазақ халқына арналған үндеулері, кешегі президенттің 5 әлеуметтік бастамалары, болашаққа бағдар рухани жаңғыру атты бағдарламалық мақалалары, осылардың бәрін жүзеге асуда осы партияға да үлкен міндеттер жүктеледі. Өздеріңіз білесіздер, былтыр жылы қараша айында Нұр Отан партиясының саяси кеңесінің кеңейтілген отырысы өтілді. Осы отырыста партия төрағасы елбасымыз Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаев партия қызметін жаңғырту жөнінде үлкен тапсырма берді. Яғни партия жалпыұлттық қоғамның күн тәртібін белгілеп отырып, халықты не толғандырады, соны шешуде үлкен жұмыстар атқару керек. Осыған байланысты Нұр Отан партиясы жаңа бастамашыл 22 жобаны жасады. Бұл жобалар рухани бағдарламаны жүзеге асыруға байланысты, шағын орта бизнесті яғни дамытуға байланысты және цифрлы Қазақстан мемлекеттік бағдарламасын жүзеге асыруға байланысты. Осы негізгі бағыттарды қамтиды. Кешегі бірінші осы маусым күні өтілген саяси кеңестің кеңейтілген отырысында бұл жобаларға партия төрағасы елбасымыз қолдау білдірілді. Қазіргі кездерде барлық жерлерде мына IT класстардың ашылуы, орталықтардың ашылуы, кітапханаларды білім ордасына айналдыру бағытында істеліп жатқан жұмыстар. Кеше өздеріңізбен бірге барып мектеп асханалары бағдарламасы бойынша мектеп асханаларында болдық. Яғни бұл жерде шағын және орта бизнес тарта отырып, мектеп асханаларының қазіргі заман талабына сай материал-техникалық базалармен жабдықтау, ас мәзірлерінде осы стандартқа сәйкес келтіретіндей бір жүйе жасау. Енді қазіргіде бір 3 жылға емес, алдағы уақыттарда ол 10 жылға берілуі мүмкін, 15 жылға берілуі мүмкін ұзақ мерзім. Бірақ кәсіпкер адал, таза, сол бағытта жаны ашитын адам болу керек те, сол яғни өзінің осы жылдар аралығында балдарға толыққанды жұмыс істейтін асханамен ас мәзірінің сапасын жоғары дейін көтеретіндей жұмыс жасалу керек. Партия жұмысымен депутаттық жұмысқа да үйлеседі дейтін болсаңыздар, өздеріңіз білесіздер, бұрын енді Нұр Отан партиясы төрағасының бірінші орынбасары ол депутат болмайтын, қазір депутат, әрі Нұр Отан партиясының осы облыстық мәслихаттағы фракция жетекші ретінде мен бұл жұмысты екеуі арасында үлкен байланыс бар. Өйткені халықты толғандыратын мәселелерді біз мәслихаттың тұрақты комиссияларына, облыстық бюджеттік комиссияға шығарамыз. Сөйтіп оны талқылап, оны шешуіне қаржы бөлуге жұмыстар жасаймыз. Бұл жерде айта кету керек, Нұр Отан партиясының облыстық филиалының төрағасы облыс әкімі Қырымбекұлы Көшербаев депутаттардың әрқайсысының сайлау округіндегі мәселелерін, яғни тең бөліп, міндетті түрде әйтеуір бір-екі мәселелерін шешуіне үлкен қамқорлық жасап отырады. Бұл да шын мәнінде депутаттың беделінің көтеруіне үлкен ықпалы бар. Өйткені мәселе ұсынылған, халық тарапынан қозғалған мәселелер ол шешілмесе, әрине ол кезде бедел де абырой да болмайды. Сенім де жоғалады. Ал қазіргі кездерде ауыз суға, газдандыруға, жолға байланысты, түрлі әлеуметтік мәселелерге байланысты мәселелер кезең-кезеңмен ретімен шешіліп жатыр. Осы үлкен нәрсе. Дұрыс айтасыз. Еліміздің дамуы үшін мемлекет басшысы жыл сайын жолдау жолдайды. Одан қалды үндеу, 5 бастама, рухани жаңғыру мақаласы, барлығы да осы халықтың әл-ауқатын жақсартуға, ел экономикасын өркендетуге арналып отыр. Осы бағытта облыстық мәслихат депутаты ретінде қандай жұмыстарды қолға алдыңыздар, қандай жұмыстар атқарылуда? Енді облыстық мәслихат депутаты ретінде біз қазір енді осы президенттің 5 әлеуметтік бастамасы ол шын мәнінде халыққа арналған, негізгі әлеуметтік жағдайын жақсартуға арналған. Бұған қатысты біз қоғамдық кеңес құрдық. Осы қоғамдық кеңес осы президенттің 5 әлеуметтік бастамасын жүзеге асыруына мониторинг жүргізіп, оны сапалы орындауын бақылап отырады. Бұл қоғамдық кеңестің құрамында түрлі саяси партияның өкілдері, үкіметтік емес ұйымдар, қоғамдық бірлестіктер, қоғам белсенділері қамтылған. Яғни бұл жердегі мәселелер
үлкен бақылауда болса, ондағы мәселе жақсы шешіліп жатса, ол сол әрбір бағыты бойынша халық игілігін көреді деген сөз. Мысалға, өткенде біз студенттердің жатақханамен қамту мәселесі, сондай-ақ мынау білім беру сапасын көтеру мәселесіне қатысты, сосын мынау салық төмендетуге қатысты, шағын несиелерді беруге қатысты. Мына осы негізгі бағыттарын біз комиссияда қарадық. Алдағы уақыттарда енді мынау 7-20-25 ипотекалық үйлерге осы шілде айынан бастау алатын. Бұны қалай алу керек? Жастарға қандай бағыт бағдар беру керек? Қандай насихат жұмыстары жүргізу керек? Осы бағытта да газдандыру мәселесіне қатысты да түрлі істеліп жатқан жұмыстар осы комиссияда талқыланып, оған қатысты сол мекеме басшылары тікелей жауапты, соған келіп өз есептерін береді. Енді комиссия тарапынан, жаңа үкіметтік емес, немесе саяси партиялар тарапынан тиісті ұсыныстар айтылып, ол алдағы уақыттарда жұмыстарда назарға алынып отырылады. Енді әрбір халық қалаулысы сайланар алдында сайлауалды бағдарламасын жасап халыққа таныстырады. Өзіңіздің сайлауалды бағдарламаңызда мынау Титов, Гагарин мөлтек аудандарын, елді мекендерін, спец автобаза маңындағы осы үйлердің инфрақұрылымын жақсартуға жұмыс жасау керектігін, және мынау Қызылжарма мен Титовты жалғайтын автожолдың жағдайын жақсартуды міндет етіп қойған екенсіз. Бұл қаншалықты орындалып жатыр? Енді бұған дейін мен қалалық мәслихаттың депутаты болған кездерде, енді Гагарин, Титов елді мекендері мен тікелей сайлау округіме кірді. Яғни қалалық мәслихатта енді 7 мыңдай халық болады, ал облыстық мәслихатқа 15 мың халық. Енді облыстық мәслихатқа келген кезде қазір Қарауылтөбе ауыл елді мекендері, Абай елді мекендері менің сайлау округіме қосымша кірді. Енді Гагарин өзіміздің туған жеріміз бұрынғы. Ол жердегі енді көшелер, қай жерде не істелу керек, олардың бәрін білеміз. Соның сайлауалды бағдарлама жасаған кездерде сол істелген жұмыстар енді қазір қарап отырсаңыз, мектептің балалар жүретін көшелердің жарықтануы, тротуарлардың салынуы, көшедегі жаңағы машиналарға арнайы кедергілердің қойылуы, жай жүру үшін түрлі жарықтандыру мәселесі, осылардың барлығы мектепке, балабақшаға қатысты, арнаулы оқу орындарына қатысты біраз жағдайлар жасалды. 20-30 жылдан бері жөнделмеген 173 мектептерді жөндеу, 13 мектептің мысалы әжетханалары сыртта болды, кішкентай балалары қиын, олардың бәрін шешуде көптеген жұмыстар істелді. Енді облыстық мәслихатқа келген кезде, енді үлкен ауқымды бағдарламаны жасап, енді сайлау алдында түсер кезде енді тұрғындармен барып, олардың ішінде мен депутат боламын деп айта алмайсың ғой, енді өзің жобалап жасап, енді қазір депутат болғаннан кейін барлық ауылды округтерде қоғамдық кеңестер бар, елді мекендерде. Міне қоғамдық кеңестермен ақылдаса отырып, осы сайлауалды бағдарлама ішінара өзгерістер енгізесің. Өйткені қоғамдық кеңестің мүшелері бірінші кезекте бізде мына мәселені шешу керек деп айтады. Енді ол халықтың өкілі болғандықтан, әрине оған қай көшеге бірінші кезекте жол керек, қай көшеге жарық керек, оларға жақынырақ таныс қою, қай жерге жолаушылар көлігін жүргізу керек. Өткен тұрғындардың өкілдері осы мәселені өздері бәрі ақылдасып, шешіп, бір мәселе ретінде шешетін мәселені ұсыну қажет. Міне осыған қатысты мен енді Қарауылтөбе, Абай елді мекендеріне барған кездерде, алғашқы кездерде ол мысалы Қарауылтөбеге кіре беріс жердегі 3 километр жолды жөндеу қажет, бәрі ой шұңқыр. Абай елді мекендерде 7 километр жол бар қаладан кіретін. Олардың бәрі де ой шұңқыр. Бірінші кезекте осы жолдарды жөндеп берсеңіз деген оған ұсыныс айтты. Осыған орай былтыр біз енді Қарауылтөбеге 59,7 миллион теңгені осы 3 километр жолды жөндеуге бөлдікте, бәрін былтыр, яғни ауа райы бұзылмай тұрып, оны жөндеп тегістеліп, бәрі жөнделіп бітті. Абай елді мекеніне де, яғни о жерде 7 километр болса, бірде 146 миллион теңге ол қаржы қаралып, оның 100 миллионы бөлініп, қазір яғни 4-7 километр жол жөнделді. Енді қалған 46-8 миллион осы 2018 жылға ол қаралып отыр. Алдағы уақыттарда ол жұмыс жалғасын тауып, әрі жолдар толығымен аяқталады. Дұрыс, мәселе кезең-кезеңмен өзі шешімін таба береді. Жалпы енді Нұр Отан партиясының жетекші партияның өкілі ретінде де, халық қалаулысы ретінде де көпшілік енді сізге сауал жолдап, ұсыныс пікірлерін айтушылардың да қатары көп қой. Көбіне қандай мәселелерді қозғайды халық? Қаншалықты жиі кездесіп тұрасыз? Енді халықпен біз жылына бір рет облыстық мәслихаттың бекітілген кестесіне сәйкес кездесу өткізіп, депутаттық есебімізді береміз.
Онан бөлек қала әкімі есеп берген кезде, ауылдық округтердің әкімдері есеп берген кездерде біз сол тұрғындармен кездесеміз. Одан қосымша наурыз мерекелерінде мектепте өтетін алғашқы қоңырау, соңғы қоңырау мерекелері бар. Түрлі шараларда қатысып, сол жердегі белсенді азаматтарды алғыс хаттармен марапаттап, тиісті қолдаулар көрсетіп отырамыз. Бұл кездесулердің бәрінде де әрине толғандыратын мәселелер әңгіме болады. Сол жерде халықтың ойын білесің, алдағы жұмысыңа соны жоспарлауға яғни оның өзіндік ықпалы болады. Сондықтан өзімнің Нұр Отан партиясының облыстық филиалында да әрбір сәрсенбі күні сайын қабылдауым болады. Сол қабылдауға да тұрғындардың кез келгеніне, яғни уақытында азына кешке дейін келген уақыттарда мен енді ішінде отырған кезде көптен тек қана сәрсенбі күні деп қабылдап жатпаймын. Кез келген мәселемен келген адамдарды біз қабылдап, оның мәселесі шешуге жұмыс жасап отырамыз. Енді сіз 4-ші, 5-ші қалалық мәслихат хатшысы ретінде біраз жемісті, табысты қызмет еттіңіз. Тәжірибеңіз толықты. Енді осы депутаттық қызметті дамыту бағытында қандай жұмыстар жасалу керек? Өзіңіздің енді кеңесіп, кейін келген халық қалаулылары сізден ақыл кеңес алатын шығар бұл жолда. Әрине депутат болғасын, ол енді халықпен жұмыс жасау керек, олардың аманатын орындау керек. Осы бағытта депутаттардың жұмысында бір жүйелік жетіспей жатады. Яғни депутат өзінің жұмысын жоспарлау керек. Қай айда, 90-да, қай жерде қандай кездесу болады, қандай жұмыстарды алға қояды, қандай мәселелерді жаңағы тұрақты комиссияға ұсынады, қандай мәселелерді облыстық бюджеттік комиссияға ұсынады. Осы, яғни бұл үшін не істеу керек? Тұрғындармен жиі қарым-қатынаста болу керек. Оларды қабылдауы бар, кездесулері бар. Мына осы жүйелі жұмыстарды жасай отырып, оны ақпараттандыру керек, халық білу керек не істеп жатқан. Бірақ кей жағдайларда олар жоспарлаған жұмыстарын жүзеге асыруға өзінің күнделікті атқарып жүрген жұмыстарымен үйлеспей жатады да, сол жүйелігі бұзылып кетеді. Сосын кейде науқаншылық бір кездесуге бар деген кездерде барып қалып, кездесу өткізген кезде өткізетін жағдайлар болып қалады. Бұның барлығын түсініспен қарау керек. Бәр депутатта енді ол депутат болғасын, бәрі сенімді ақтау үшін жұмыс жасайды. Қай жерде болса да өзінің сайлау округіндегі тұрғындардың, яғни сол қойылған аманатын орындауға олар шырылдап, соны ұсынып, соны шешуге күш салады. Өйткені ол енді халықтың аманатын арқалап жүр ғой. Енді депутат болу, ол өзінің қосымша айлығын алып, жұмысын істеп тыныш жүрсе де болады. Бірақ ол енді азамат ретінде осы халыққа пайдам тисін, осы жерге мен де үлесімді қосайын, осы халықтың тұрмыс жағдайын жақсартып, әл-ауқатын көтеруге, осы қаланы көркейтуге деген сияқты. Міне осы бағытта ол депутаттарды түсінуге болады. Яғни барлығы, мен ойлаймын, мысалға облыстық мәслихат депутаттары 15 мың тұрғынның, яғни аманатын арқалап жүретін болса, олардың бәрі де еркін жүрген жоқ. Олар сезінеді оны орындауға тырысады. Сондықтан қазіргі кездерде депутаттық корпустың мен жұмысын өз деңгейінде деп айта аламын. Өйткені тұрақты комиссияларда, фракция отырыстарында олардың айтқан мәселелер, қойған мәселелерін айтқан әңгімелерді тыңдай отырып, толыққанды сол сайлау округіне қатысты мәліметтерді біледі. Халық толғандыратын мәселелерді, яғни айтып отқаннан оны анықтауға болады. Мәслихат депутаттарының жаңағы пікірмен, билікпен бірге келіспеушіліктер болып қалатын тұстар бола ма? Енді атқарушы билікте мысалға халық толғандыратын мәселелерді, яғни шешуге жұмыс жасайды, яғни халыққа қызмет жасайды. Әкімде, ауылды округтың әкімде сайлаушылардың біз депутаттар алдына дауыс берген сияқты, олар да тұрғындардың алдында дауыс береді. Есеп береді. Тұрғындардың алдында олар да есеп береді. Мына есеп берген кезде тұрғындар түрлі мәселелерді көтереді, өздерін толғандыратын. Депутаттар кездесу барысында да дәл сол мәселелерді көтереді. Сондықтан да бұл жерде қарап отырсаң, ол атқарушы биліктің, мәслихат депутаттарының да мақсаттары біреу, халық толғандыратын мәселелерді шешу. Бірақ кей мәселелер кейінге қалып жататын болса, депутаттар тарапынан болады, мына мәселені тезірек шешіп жіберейікші, енді аяқтағы тұрғындар күтіп отыр, осы ұсынысымызды шешуге ықпал етіңізші деп әкімге өтініштерін айтып, жетпей жатқан қаржылардан әйтеуір үнемдеп, соны шешуге жұмыс жасайтын жағдайлар да болады. Бұл жерде енді жаңағы бір
пікірлердің әр алуандығы емес, бұл жерде просто жұмыстардың, яғни жүйелеп бір бағытқа келтіріп, соның шешу реттерін қалыптастыруда кейде шамалы шикіліктер болып жатыр. Қалыптастыруда депутаттар мен енді атқарушы биліктің арасында кейде бір тартыстар да болып қалуы мүмкін. Бірақ ол енді жұмыс болсын деген мақсаттағы жұмыстар екі жақтың ортақ мақсат. Енді бүгінгі сұхбатыңызға алып қосарыңыз болса, алдағы жоспарларыңызбен бөлісіп өтсеңіз. Енді алып қосар не? Депутат бұл енді жалпы халықтың сенімді өкілі, яғни сайлауға түскен кездерде халық сенім білдіреді, депутат аманат арқалайды. Ең басты мақсаты сол халықтың сенімінен шығып, өзіне алған аманатты абыроймен атқарып шығу. Осы уақыттарда енді біздің облыстық мәслихаттағы 29 депутаттың 27-сі Нұр Отан партиясының мүшесі. Барлығымыз қазір осы бір бағытта жұмыс жасап келатырмыз. Жалпы барлық депутаттық әріптестерімізге осы халықтың сенім ақтаудағы жұмыстарына сәттілік тілеймін. Біздің студиямызға келіп, келелі сұхбат бергеніңізге рахмет айтамыз. Ел алдындағы еңбегіңіз еселене түссін. Депутат болу тек тұрақты комиссия мен сессияда көрініп қалу емес, ел аманат еткен мәселелердің шешілуіне ықпал жасау, бұқара базынасын тікелей билікке жеткізу. Сол үшін де депутаттар корпусы алтын көпірге баланады. Халыққа қызмет мерейлі міндет. Мәслихат депутаттары өкілді орган ретінде аймақтың дамуы жолында, әлеуметтік экономикалық өркендеу бағытында тынымсыз еңбек етіп келеді. Хабарымызды осы жерден тәмамдаймыз. Келесі мәслихатта жүздескенше.